Саламатсыздар ма? Бүгін тағы да өзімнің огородтағы клубникамды қосып, торт жасайын деп жатырмын. Ол торт медовый торт сияқты, почти солай деуге болады. Тек ең оңай жері оны мынадай сковородкаде жасаймыз. Духовке салмаймыз, оп-оңай, тек екі жағын аударып тұрып. Креміне мінекей қаймақ. Мынаның ішінде 400 грамм бар екен. Бізге 600 граммдай қаймақ керек. Сосын мынадай жақсы ұннан, осылай выпечканың ұнынан 450-500 граммдай ұн керек. Разрыхлитель керек бізге. И бір жұмыртқа керек. Сосын сгущенка керек. Сгущенка креміне де керек, қаймақпен қосып. Өзіне де керек қазір қамырына, коржысына. Оған 900 граммдай сгущенка алдым. Қазір 400-ні несіне коржысына қосам қазір ұнмен бірге. Сгущенканы жұмыртқамен қосып, бетін өзімнің үйдегі огородымдағы клубникалармен әрлеймін. Ал бастаймыз. 450 грамм ұнға мінеки 380 грамм сгущенканы, бір жұмыртқаны, бір шай қасық разрыхлительді қосып араластырып жатырмыз. Жақсы бірінші қасықпен араластырып алып, сонан соң қолмен илейміз. Қолмен илеген кезде өте қатты да емес, бірақ өте былжырақ та емес. Сосын қатты басып тастауға да болмайды. Себебі сковородкаде ол кішкене көтерілгені жақсы. Сосын медовый торттық сияқты мынадай оқтаумен 8 бөлікті қазір жайып, сосын сковородкаға екі бетін аударып пісіріп алам. Содан кейін кремін екі қаймақтан біреуін толық алам, біреуін жартай алам. 600 грамм қаймақ керек қой. И не керек? Сгущенка керек, бір 200 граммдай. Соны араластырып, соны араларына жағып, жаңағы дөңгелектердің. И бетін клубникамен сәндеп жібереміз. Болды, оп-оңай үйде жасалатын, міне балдар жағаласып жатыр, торт. Міне мына жерде 450 грамм ұнымыздан алынған қамырды 8 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, оларды жайып жатырмыз. Оқтаумен жайып, шамалы кішкене қоя тұрамыз, бірақ кеуіп та кетпеу керек. Бірінші қамырды илеген кезде де шамалы уақыт қоя тұруыңызға болады. Сосын ұндаған кезде де қатты көп ұндап жүрмеңіздер. Жай ғана әдемілеп, жұқалап жайып шығастар да, сковородканың көлемінде қылып жайған дұрыс. Сосын соның ішіне салып, екі жағын аунатып, күйдірмей, лаваш сияқтылып, кішкене қызартып, әр жерінен сөйтіп пісіріп аламыз. Бәрін жасап болғаннан кейін не қойып, үстіне тарелке қойып, жан-жағын бәрін бірдей қылып, пышақпен кесіп алып, дөңгелек қылып, мындай қылып дайындап аламыз. Өзі жұқа нан ғой, тез-тез сырттарын кесіп аламыз. Если жаңа лаваш құсаған мына наныңыз қаттылау болып шықса да, оған алаңдамаңыз. Себебі артынан біз оған мол қылып 20%-дық қаймақты жағамыз ғой. Мінеки 20% қаймақты ішіне сгущенка қосып дайындап жатырмын. 600 грамм қаймаққа 200 граммдай, 180 граммдай сгущенка қосып. Соның бәрін молынан ішіне жағып шығамыз. Мына жерде мен шамалы алып қалыппын, жартысын ба, ол дұрыс емес екен. Бәрін толық жағу керек, мол қылып, ағып атса да дымда қылмайды. Сосын солаймен холодильникке салып қойсаңыз, біраз уақыт, бірнеше сағатқа бүкіл қаймақтың бәрі лаваш сияқты коржыңызға сіңіп, корж деген жұмсақ болып, кәдімгідей тіл иірердей тәтті-ақ болып тұрады енді. Оны жасап көрген кезде көресіздер. Нағыз бұрынғы жасаған медовый тортымыз сияқты, бірақ ортасы сгущенка емес, ортасы 20% қаймақ болғасын, бір сондай тәтті, молочный дәмі бар, домашний үй жағдайындағы торт болып шықты. Вот, торттың өзі шықты. Мінеки кескен кезде жартылай осылай. Мінеки.